бүгін сабағымызды бастамас бұрын барлығының қолында ұялы телефон бар, иә? Қолдан ұялы телефонды алып, тақтаға шыға қойыңдар. Мына жерде QR код бар. QR-ды бәріміз қолымызға бір-біреуін ғана аламыз да, мына жерге тұрамыз. Оқушылар, қолымызда QR код бар, иә? Соны қолдағы ұялы телефонға басамыз. Көрдені мұнда келеміз. Аллар үйге қандай тапсырма берді? 8-ші тапсырма. Не істеу керек? Денсаулыққа пайдалы гаджеттерді жазу керек. Жақсы. Ал үй жұмысын кім оқиды? Мен. Заманауи технологияларға негізге дамуымен бірге денсаулығымызға қамқорлық жасау үшін көптеген ақылды құрылғылар пайда болды. Бұл гаджеттер спортпен шұғылданудан бастап дұрыс тамақтануға дейін көптеген солар бізге көмектеседі. Бері қараймыз, экранға назар саламыз. Қазір экраннан суреттер шығады. Соның ішінде кейбір суреттерде сөз болып жатса, соған назар аударамыз. Және бүгін өтетін сабағымыздың тақырыбы қандай екенін осыдан айтып шығамыз. Тақырыбын ашасың, солай ма? Сіз оқылып ба? Соны интернетті қазақша қалай айтамыз? Мен. Демек, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы қандай екен? Ғаламтор және мен. Жақсы балалар. Балалар, мұнда ортаға қазір мен партия әдісін тастаймын. Бұл жерде біз қазір тілдік нормадан не өтіп жатырмыз? Шылау және оның мағыналық түрлерін өтіп жатырмыз. Мына жерде қазір пирамиданың несі шығу керек? Үлгісі, формасы, соны шығарамыз. Басын тауып аласыңдар да бас жағын, содан кейін ары қарай жалғастырып кетеміз. Демек, ол жерде шылау туралы сұрау мүмкін, оның түрлерін сұрау мүмкін, Шылау деген сөйлеу сөзі және сөйлеме сөйлемді байланыстырады. Дұрыс қойдық па қазір? Шылау, жалғаулық, септеулік, темірлік қай жағын? Міне осылай естейміз, ары қарай басын. Ғаламтор желісінде саған біреу әдепсіз сөздер жазылған немесе оған оқы түріндегі хабарлама жіберсе, сен туралы өсек немесе жалған сөздер таратса, әлеуметтік желілерде сенің атыңа жалған аккаунттар ашып, онда ерсі фотосуреттер орналастырса, жеке басына қатысты ақпаратты басқаларға жайса, фотосуреттеріңді басқаларға сенің рұқсатыңсыз жіберсе, онда сен кибербуллингке тап болдың. Ғаламтордың торына түскен тұтқындар деген мәтінді оқимыздан, сол мәтіннен проблемалық сұрақтар қарастырамыз. 3-4 сөзін жауап береді. Ғаламтор. SMS. Болжау. SMS деген не екен? Болжаулық демеу деген. Сонымен біздің партия дәрісіміз туралы сұрақ қояды, басқа топта жауап беруіміз керек. Тақырыбы қандай еді бүгінгі күннің? Ғаламтор және медиа. Соның ішінде ғаламтордың торына түскен тұтқындар деген әңгіме желісінде не істейміз? Сұрақ қоямыз, проблемалық. Соған сендер жауап беру керек. Ғаламтордың торына түскен тұтқынды қалай құтқаруға болады? Торына қалай түскен? Оған көп уақыт бөлген кезде бос уақытында олар құтқару керек. Апанишсырауына жауап берген. Бос уақытында ғаламторға кірген кезде және оған адамдар тәуелді болып қалады, көп уақыт ғаламторда отырады. Ауылдан шығу жолдары ғаламторда отыратын бос уақыттың орнына бір хобби тауып, сонымен айналысуға болады. Немесе достармен бірге ойын сауық жерлеріне болмаса өзіңді дамытуға уақыт бөлуге болады. Сонда құтылуға болады. Жақсы, жарайды. Сен туралы жалған ақпарат, ол маған өте қорлауын түрі. Сенің рұқсатсыз суретіңді әлеуметтік желіде таратса, жеке
болып тұрып кеткен жағдайда соны тоқтату. Қара түсті демек ғаламтордың несі мүмкіндіктерін жазып шығамыз. Ақпарат алу, кез келген тақырыпта мәлімет іздеу, қарым-қатынас, әлеуметтік желілермен хабар алмасу арқылы байланысушы, сауда онлайн дүкендерден ауыстырып алу. Мүмкіндігі, деп отырып не істейді екенбіз? Онлайн сауда жасаймыз. Ақпарат кез келген тақырыпта мәлімет керекті мәліметтерді алады екенбіз, жақсы. Қораптың ішіндегі оқушының бағалауын керек. Ол оқушы Айшан, мына қораптың ішіндегі оқушының өзін және ол сабаққа қалай атсалысты және қандай баға қоясың? Ол оқушыға 8 деген балл қоямын, себебі ол топтық жұмыста өте белсенді қатысып, сабаққа атсалысып сұрақтарға жауап беріп отыр. Неге ол емес? Себебі арасында қателер жіберіп отыр. Оқушылар, ғаламтордың пайдасы да бар, зияны да бар. Оның адамға келтіретін адамның өмірін қиып жіберуге дейін алып баратын әртүрлі зиянды ойындар бар оның ішінде. Бірақ осы жерде отырып алыста жүрген анаңды, бауырыңнан хабар алу үшін пайдасы бар, иә? Енді соның біз тек қана пайдалы жағын алатын болсақ, ол біздің өмірімізге жақсы. Ал егер әртүрлі адамның өміріне қиып жіберетіндей жағдайға алып баратын ойындарға кіріп кететін болсақ, ол біздің өмірімізге пайдасы бар ма? Пайдасы жоқ екен. Сондықтан сендерді тек қана ғаламтордың сенің өміріңе пайдасын алып келетін, сен үшін жағымды жақтарыңды көрсете алатындай нәрсені көруге ғана шақырамын. Енді балалар, сонымен ойынды тек қана ғаламторда іздеу міндетті емес. Ойын деген қазақтың ұлттық ойындары өте көп, иә? Сондай, мына жерде қазақтың ұлттық ойындары бар. Қазір мына кубикті лақтырамыз, қай түсі түседі, сол жердегі мына тұрған домалақты ашамыз, астында қазақтың ұлттық ойындары шығады. Және оны сендер айтып бересің. Бұл қандай ұлттық ойын, оның ойнау тәсіліне. Бұл біздің қазақ халқымыздың ұлттық ойыны қыз қуу деп аталады. Бұл жерде қыз және бір жас ер азамат бір қыз және бір жігіт қатысады, иә? Қыз не істейді? Атқа мініп шабады, артынан жігіт атпен қуу керек, иә? Сонда сол кезде егер де жігіт жеңіске жету үшін ол қызды жетіп алып оны құшақтау қажет. Яғни сол кезде ол жігіт сол жігіт ойынды жеңеді деп саналады. Сосын егер жете алмай қалса не істейді? Қыз артынан баланы қамшымен ұрады. Бұл қазақтың ұлттық ойынының бірі арқан тартысу. Бұл да бір жерді сызады, сол жерден кім бірінші арқанды тартып қарсылас команданы сол жеріне қарай тартып алады. Сол сызықтан асса не қылады? Жеңіс. Сызықтан асып кеткен топ не істейді? Жеңіледі, ал тартып алған топ жеңеді.